Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Біз бүгін Ньютон заңдары бойынша есеп шығару үлгісін қарастыратын боламыз. Яғни жалпы механикада Ньютон заңдарын қалай дұрыс қолдану керек, есепті дұрыс шығару үшін, және де бүгін сіздермен бір есепті мысал ретінде қарастырып, жалпы Ньютон заңдарын түсіну үшін бірге жұмыс жасаудың схемаларын дұрыс құруды бірге қарастыратын боламыз. Жалпы өздеріңіз алдарыңызда көріп тұрғандай біздегі есеп, бұл есеп бойынша, шарты бойынша бізде берілген тепловоз, оның жалпы ұзындығы жалпы тепловоз ұзындығы 600 метр жолдың көлденең учаскесінде 147 килоньютон тартылыстың тұрақты күшін дамытты. Бұл ретте пойыздың жылдамдығы сағатына 36 км сағаттан 54 км сағатқа дейін артты. Қозғалысқа тұрақты деп есептегенде біз оның қарсыласу күшін анықтауымыз қажет. Жалпы біздің пойызымыздың салмағы 1000 тоннаға тең болып тұр. Ең алдымен жалпы кез келген физиканың бөлімі бойынша есеп шығару барысында біз міндетті түрде есепті жалпы түсіну үшін, есепті шығару жеңілдету үшін біз оның схемасын саламыз. Тура сол сияқты біздің есебімізде де схема берілген. Бұл схемада өздеріңіздің көріп отырғандарыңыздай жалпы бізде денеміз пойыз болып тұрғандықтан бізде мына қызыл төртбұрыш бұл бізде пойыз, және пойыз бізде қозғалыс күйінде, яғни белгілі бір бағытпен жол жүріп бара жатқандықтан оның әсер етуші екі күші болып тұр. Яғни ол дегеніміз бізде тартылыс, тұрақты түрде тартылыс күші, және де бізге белгісіз болып тұрған бұл қозғалысқа жаңа тұрақты деп есептегенде оның бізге белгісіз болып тұрған қарсылас күшін біз анықтауымыз қажет. Жалпы есептің шарты түсінікті болса, біз есепті берілген жазып, ары қарай есебімізді шығара берсек болады. Жалпы есептің берілгенде біздегі бар ол жол, ең алдымен ол бізде 600 метрге тең. 600 метрге тең. Және де тартылыс күші, F тартылыс күші бізде 147 килоньютон. Біз оны жалпылама түрде бірден жазып кетсек болады. 147 мың ньютон жалпылама түрде жазатын болсақ. Келесі бізде екі жылдамдық берілген. Ол бізде бастапқы жылдамдық. Яғни 36 километр сағат болғандықтан біз оны бірден метр секундқа айналдырып 10 метр секунд деп жазсақ болады. Келесі бізде екінші қортқы жылдамдық. 54 километр сағатты метр секундқа айналдырған кезде біз 15 метр секунд көрсеткішті аламыз. Қозғалысқа тұрақты деп есептегенде оның қарсыласу күшін анықтауымыз қажет, және де бізде бар ол масса, яғни пойыздың массасы. Ол бізде 1000 тонна. 1000 тонна дегеніміз ол бізде 100 000 килограммға тең. Және де мен табуым керек қарсыласу күшті. Есептің берілгені менде бар. Жалпы бұл есепті шешу үшін ең алдымен мен Ньютонның екінші заңын есіме түсіремін. Ньютонның екінші заңы шешу дейміз да, Ньютонның екінші заңын бірден жазып кетеміз. Ол дегеніміз бізде F көбейтілген, F тең масса көбейтілген үдеу. Және де о баста шартында айтылып кеткен болғанда біз айтқанбыз, бізде екі бірдей күш әсер етіп жатыр. Сол себепті бізде формула М көбейтілген А тең болады тартылыс күші азайтылған қарсыласу күшіне. Яғни мендегі ең керекті бастапқы формула
осы түрге енеді. Яғни масса көбейтілген үдеу тең тартылыс күшінен біз алып тастауымыз керек қарсыласу күшін. Яғни қарсыласу күші белгісіз болғандықтан мен бірден осы жерден формуланы шығарам. Ол дегеніміз менде болады. Жазамыз. F қарсыласу тең тартылыс күшінен азайтамын масса көбейтілген үдеуді. Яғни мына бір формуладан менде мына формула пайда болды. Бұл менде екінші формула. Келесі есептің берілгенде о баста менде үдеу, жалпы қозғалыстағы үдеу белгісіз болды. Үдеуді мен механикадағы жалпы үдеуді сипаттайтын формулалардың бірі А тең В минус В нулевой, яғни қортқы жылдамдықтан бастапқы жылдамдықты азайтамыз да біз оны уақытқа бөлуіміз қажет болады. Яғни бізде үдеудің формуласы. Бірақ дегенмен бұл формула бойынша менде S-ті міндетті түрде, яғни жолды жазуым керек. Жолдың формуласын. Егер ол т-ға қатысты болса, тең В нулевой Т плюс А Т квадрат бөлінген 2. Яғни формула бойынша келесі осы екі формуланы мен біріктіре отырып, мынандай бір формуланы аламын. S тең 10 Т плюс А Т квадрат бөлінген 2. Яғни бастапқы жылдамдық менде 10-ға тең. Сол себебі формула қоям. Және екінші ол деген менде ары қарай А-ның орнына формуланы қоям. Сол кезде менде 10 Т плюс, яғни қортқы жылдамдық минус бастапқы жылдамдық көбейтілген Т квадратты ұмытпаймыз. Т квадрат формула бойынша бөлінген 2-ге. Яғни менде жолдың формуласы осылай түрленеді. Енді менде бұл жерде белгісіз. Бұл жерде уақыт. Мен осы формула арқылы уақытты табуым қажет болады. Дәл осы формуладан уақытты түрлендіретін болсам, ол менде 2S бөлінген 20. Оның квадраты мына жерде ашқан кезде бізде 20 қалады. Қосылған қорытқы жылдамдықтан азайтамын бастапқы жылдамдықты. Қашан жабамыз. Келесі, егер формула бойынша мен орнына қоятын болсам, онда менде шешімі болады. Т тең 2S менде 600-ге тең. 600 астында 20 қосылған. Плюс. Жалпы мына жерде, егерде біз 10-15 минус, жалпы мына жерде қалады бізде 25. Егер мен мына жерге бастапқы жылдамдық пен қортқы жылдамдықтың мәндерін азайтып, оны 20-ға қосатын болсам, менде жалпы қалады 25 метр секунд. Жалпы жылдамдық 2-600-ге көбейтсем, менде 1200-ді мен 25-ке бөлетін болсам,
Менде қалады 48 секунд. Менде қалады 48 секунд. Яғни мен уақытын тауып алдым. Енді уақыт арқылы мен үдеуді есептеймін. Өйткені менде уақыт белгілі. Менде жылдамдық. Егер мен қортқы жылдамдықтан бастапқы жылдамдықты алып тастайтын болсам, менде қалады 5 метр секунд. 5 метр секундты формула бойынша, V бөлінген T формуласы бойынша 5-ті мен 48-ге, яғни 48 секундқа бөлсем, менде қалады 0,4 метр бөлінген секунд квадрат. Так, менде уақыт белгілі, менде үдеу белгілі. Енді формула бойынша, яғни мынау ең маңызды формуламыз бойынша бізге қажет. Мен сан мәндерін қойып есептеймін. Қорытқы күш тең болады бізде 147.000 азайтылған 0,4 метр бөлінген секундтың квадраты. Көбейтілген, менде масса бар. Яғни пойыздың массасы 100.000. Точнее миллион. Саны миллион. Килограмм. Және де ең соңында барлығын есептейтін болсам, менде жалпы қорытқы күштің көрсеткіші 43.000 ньютонға тең болады. Біздің есептің жауабы осылай шығады.